Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен балықтың ерекше қуырылу тәсілімен бөлісетін боламын. Осындай бір ыдысымызға бір кесе суымызды құйып, 2 шай қасық тұзымызды және жарты шай қасық вегета универсал приправасын салып, үстіне көз мөлшермен ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бұл масса не сұйық, не қою болмау керек. Орташа сұйықтықтағы массаны жасап шығарамыз. Дәл осы массамызды кляр деп атаймыз, яғни балықты осыған аунатып, орташа қыздырылған майда пісіріп аламыз. Клярға аунатылған қытырлақ балықтар шығады. Көріп тұрғандарыңыздай қасықпен көрсеттім. Қатты қою да болмау керек, және сұйық та болмау керек. Дәл осылай жақсылап клярымызды дайындап аламыз. 2 килограмм сазан балығымызды жақсылап жуып, одан кейін тұздап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай әрбір бөлігі 2 саусақпен өлшеніп кесілген. Дәл осы кесілген түрін сатылымға шығара берсеңіздер болады. Жақсылап тұзын араластырып, тұзы сіңгеннен кейін жаңағы клярымызға аунатып, орташа қыздырылған майымызда асықпай пісіріп алатын боламыз. Дәл осылай көптеген кафе, ресторандар осылай қуырады. Жаңағы универсал вегета приправасы болса, осылай клярға аунатып, қонақтарыңызға немесе сатылымға шығарсаңыздар болады. Жай ғана ұнға аунатып қуырылғаннан, дәл осы клярға аунатылған балықтың дәмі де өте ерекше, қытырлақ, әрі түсі де қанық, әдемі болады. Жасап көріңіздер.